Сәлем достар, сіздермен бірге мен Гаухар. Бүгін мен сіздермен бірге шпинат қосылған француз орамасын дайындайтын боламын. Ол үшін ең алдымен шпинатымызды жақсылап тұрып жуып, сабақтарын алып тастаймыз. Өте тойымды әрі жеңіл орамалардың бірі болып табылады. Одан соң шпинатымызды дәл видеодағыдай турап аламыз. Одан соң сырымызды немесе бринзамызды өткіштен өткізіп алу қажет. Менің мына жердегі сырым өте жұмсақ болғандықтан қолмен турауға тура келді. Осылайша мен қолмен кубиктап турап алдым. Ендігі кезекте ыдысымызға сырымызды, шпинатымызды салып, міндетті түрде бір жұмыртқаны қосып жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл бізде салмасы болатын. Енді осының ораманың қамырын дайындаймыз. 120 мг сүтке бір жұмыртқамызды, 60 грамм сары майымызды және ұнымызды сеуіп қамыр илейміз. Енді бұнда ұнның тығыздығына байланысты болғандықтан өздеріңіз жобалап саласыздар ұнын. Әркімге әрқалай шығады ұнның мөлшері. Қамырым өте жұмсақ, әдемі болып шықты. Содан соң грамдарын бірдей қылып 3 бөлікке бөліп алдым. Бөлген 2 бөлігіне рулет жасадым дағы, қалған бір бөлігіне пиццаның қамыры қылып қолдандым. Өте жұмсақ болып шығады. Пиццаға да ашытудың да қажеті жоқ. Тура осы рецептпен дайындасаңыздар да болады екен. Мінекей дөңгелетіп жайып алдым дағы, ортасына міне салманы салдым. Сөйтіп, қазір әдемілеп тұрып ораймыз. Жақсылап тұрып екі шетін теуіміз қажет, ішіндегі сыры сыртқа шықпау үшін. Одан кейін міндетті түрде жұмыртқамен сыртын майлап аласыздар. Сөйтіп 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Одан соң қалауларыңызға қарай күнжут сепсеңіздер де болады. Мінекей француз орамамыз дайын. Қамыры өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақ тіліндегі YouTube каналымды қолдап қойыңыздар.